Ассаламу алейкум. Сіздермен бірге ауылдың жігіті Жаныбек. Бүгінгі контент қызықты әрі тәлімдік пайдалы бейнеролик болайын деп тұр. Сондықтан соңына дейін көріңіздер. Әуелі менің YouTube арнама жазылыңыздар. Өйткені арнама жазылу қазақша влогты қолдауларыңызды білдіреді. Яғни осылай қазақ тіліндегі арнаның дамуына үлес қосасыздар. Егер жазылған болсаңыздар, ендеше кеттік. Бүгінгі контентке дәстүрімізден орын береміз. Атамыз қазақ айтқандай, жеті атасын білмеген жетесіз, немесе жеті атасын білген ол жеті жұртқа жөн айтар дегендей жеті атаны атап кетейік. Және өзімізден тарайтын жеті ұрпақ атаулары мен қызымыздан тарайтын жеті ұрпақты атап кетеміз. Жеті ата бұл дәстүріміздің кереметтігі және ұлтымыздың тірегі, оны білу құрмет. Төле биден қалған нақыл сөзде жеті атасын білген ер жеті жұрттың қамын жер делінген екен. Енді жеті атаны атайық. Бұл жерде көбісінің қателігі жеті атаны өзінен бастауы, дұрысы әкеден бастау керек. Ал кеттік. Бірінші, ол әке. Екінші, ата. Үшінші, арғы ата. Төртінші, баба. Бесінші, тек ата. Алтыншы, түп ата. Жетінші, жеті ата. Міне жеті ата атаулар осы. Яғни әке, ата, арғы ата, баба, тек ата, түп ата, жеті ата. Енді өзімізден тарайтын жеті ұрпақ атауын атап өтейік. Бұл жерде де ұрпақты өзімізден емес, баламыздан бастаймыз. Бірінші, бала. Екінші, немере. Үшінші, шөбере. Төртінші, шөпшек. Бесінші, немене. Алтыншы, жүре жат. Және жетіншісі, туа жат. Яғни бала, одан немере, одан шөбере, одан шөпшек, одан немене, одан жүре жат, одан туа жат. Бірақ атамыз қазақ ұрпақ атауларында бұл жеті атауымен тоқтамаған. Туа жаттан туған ұлды жұрағат дейді. Одан жат жұрағат тарайды, одан зег жат тарайды, одан жамағайын тарайды. Сонда ұрпақ саны 11-ге жетті. Басынан атап өтейік. Бала, немере, шөбере, шөпшек, немене, жүре жат, туа жат, жұрағат, жат жұрағат, жег жат, жамағайын. Енді жеті атамыз бен жеті ұрпағымызды білген болсақ, қызымыздан тарайтын ұрпаққа көшейік. Қыздан туғанды қазақ жиен дейді. Жиен айтқан сөзді зан дейді. Жиеннің баласы жиеншар, одан дегеншар, одан көгеншар, одан көбеңшар, одан тебеңшар, одан өлеңшар, ал сегізінші ұрпағын қаймана деп атаған екен. Осымен бүгін жеті ата мен жеті ұрпақ атауларын білдік. Егер ұнаған болса, лайк басамыз, пікір қалдырамыз. Осы ақпаратпен бөлісеміз. Егер де Алланың қалауымен бұл бейнеролик 100 000 қаралым жинаса, қазағымыз не себепті жеті атасын білуді үйреткені туралы бейнеролик шығарамын. Ал сіздер аянып қалмаңыздар. Арнама жазылыңыздар. Қош саламатта болыңыздар. Бай қуатты болайық.